YouTube'da 1000 подписчик жинау қиын деп ойлайсың ба? Көп адам бір нәрсені дұрыс істемейді. Көп адам бәріне ұнайтын контент жасауға тырысады, бірақ бұл үлкен қате YouTube'да. YouTube нақты аудиторияны жақсы көреді. Егер сен бәріне ұнауға арналған видео жасайтын болсаң, сенің видеоң ешкімге арналмаған болып қалады YouTube'да. Ал нақты бір мәселені шешіп, соған арнап жасасаңыз бір видеоны, адамдар сізге жазылады. Мысалы, ақша қалай табам? Бұл өте кең тақырып. Ал кішігірім бір нақты проблемаға бағытталсаңыз, YouTube'да алғашқы 1000 подписчикке қалай жетем? Нақты проблема ол нақты аудитория. Нақты аудитория ол тез өсу. Өсу үшін бәріне ұнаудың керегі жоқ өсу үшін. Бір аудиторияға керек болу маңызды, жеткілікті сол. Сенің каналың нақты кімдерге арналған? Шештің ба соны? Комментарийға жазып кет, келесі видеода кездескенше.